Абай әнге қосқан қаламқас кім еді? Бұл күнде ұлы Абайдың айттым сәлем қаламқас өлеңі мен әнін білмейтіндер бірен-саран. Ән ойын тойларда махаббат кейбіне айналған. Осы ән мен өлеңнің қаламқас есімді қызға арналғаны даусыз. Осындағы қаламқастың кім екені, қай елдің адамы екені Абай жолы эпопеясында да айтылмайды. Сонда қаламқас кім? Жалпақ жатқан Найман елінде Абай мен қаламқас туралы аңыз ертеден келе жатыр. Бертін Тана мырзаның бел ұрпағы, қазір Аягөзде тұратын молда Уақап Торайғыров, Семей мешітіне Қытайдан келіп имамдық құрған Әбдусағит, шығыстың Самар ауданына қарасты Көкжота ауылында тұрушы татар азаматы Фарух, молда Жұматай Әубәкіров қариялармен әңгімелесе келе, көп жайтке көзіміз жеткендей болды. Бәрінің пікірі бір жерге тоғысты. Олардың айтуынша қаламқас Тана мырзаның інісі Жәнібектің қызы. Тана мырза бауырына салып өсірген. Ол адамдардың тағдыры да кейде ұқсас. Шоқан Уәлиханов сайлауда көпшілік дауысқа ие бола тұрып, аға сұлтандыққа Сандыбаев ерден сайланып кеткен ғой. Дәл сол сықылды 1860-1863 жылы Көкпекті округінің сайлауында Тана мырзаны қазақ бұқарасы қолдай тұра, аға сұлтандық лауазым дуан кеңесінде тілмәш қызметін атқарып жүрген Өскемен жақтың қазағы руы Сарыжомарт Әлхан Тілеубердінге бұйырыпты. Соған қатты назаланған Тана мырза үйіне келіп қайғырып жатып қалған. Содан бәйбішесі бостан ерінің қайғысын серпілту үшін әкесіне барып, ертіске құятын үш өзеннің тоғысқан жеріндегі түбекті сұрап алып, сол түбекке 1863 жылы Тана мырза мешіт салғанын, сөйтіп ол жер Тана мешіті ауыл атанған. Сол мешіттің салынып бітуіне құтты болсын айта әрі Тананың көңілін жұбата Құнанбай келіпті. 18 жастағы Абай әкесімен бірге ере келген. Келе жартылай қала үлгісімен киінген әрі сұлу, әрі инабатты Тұржанға жеңгелері қаламқас атандырған. Абайдың көңілі құлап түседі. Инабатты, өңді қыз Құнекеңе де ұнапты. Тіпті құда түсуге ниет ауады. Бірақ Тұржан бала кезінде Байжігіт елінің өзі хан деген жігітіне атастырылыпты. Ол да бір аталы жер. Тана мырза осыны ескерткенде Құнекең ойланып қалған. Оғанда қарамай бір есебін табармет, қайтырет, егер сол мезетте Ақ Орданың маңынан нойыс мінезді біреудің аш айғаймен дөкір сөздері естілмесе. Әлгі нойыс бір көзіне ақ шорланған түйені бақыртып ұрып жатыр. Ара-тұра көзіңді қу соқыр деп боқтап жібереді. Мұны естіген Құнанбай қатты ашуланып, әлгі оңбағанға ат шапан айып кестіреді. Қоналқаға қарамай аттанып кетеді. Жігітке айып кесіп, жік жаппар болған Танаға аттанарда Құнекең айтқаны: істетіп отырған өзіңсің. Содан бері түйені соқыр десе, Құнанбайға тиет деген мәтел қалыпты. Екі жастың болашақ махаббатына осы болмашы көрініс бөгет жасапты. Алыстан бір-бірін бірер мәрте хат жолдасып, келген кеткен кісіден сәлем айтысумен тынған. Қатынасуға жер шалғай. Мұнан кейін қаламқастың жастай атастырылған күйеуі аурудан өлетте, қыз оң жақта отырыңқырап қалады. Ақыры Сыбан еліндегі Быжы Тоқтар деген саудагер Сарттың ауылына келін болып түскен. Міне, содан бастап Абай атамыздың қаламқасқа деген шексіз махаббаты сөзбен зерделеніп, өлең болып өріледі. Ақсуат кітабынан үзінді. Оқылған Қуат Ахметжан.